Бір адамдар жаттау қабілетім нашарлады, немесе жаттау қабілетім қиын деген сауалдар қойылады екен. Бұл неден дегендей. Бауырлар, имам Шафи рахматулла алейх бір күні өзінің жаттау қабілетінің күрт төмендегенін байқап ұстазына барады. Оны өзі өлең қылып айтып береді әдемі қылып. Бірақ мен қарапайым тілде айтайын. Ұстазыма барып жаттау қабілетінің төмендігін айттым дейді. Сөйтсем ұстазым насихат қылды дейді. Құран деген нұр, пәк, күнәсіз жерге келіп отырады. Күнә деген қараңғылық, қараңғылықтан қаш деген сөзі бар екен. Қарапайым сөздер. Біліп аңыздар. Сіз Құранды, негізі бар ғой, Құранның жаттау әдістері көп, соның бір жаттау әдісі көп оқып жаттау. Яғни миыңызға жаттамайсыз, оқи бересіз. Оны жаңағыдай 200, 500, 1000 оқитын дәрежеге шейін алып барған адамдар бар. Сіз Құранды бір бетін 200 оқысаңыз, шала қари боласыз. Шала қари боласыз. Ал егер 500 оқысаңыз, жақсы қари боласыз. 1000 оқысаңыз, ұста боласыз. Құран көзіңізді жұмсаңыз да, ашсаңыз да жаныңызда тұратын болады. Бірақ сіз көзіңізбен Құранды оқып отырсыз. Егер бірақ көзіңіз күнәға көп қараса, ұятсыз нәрсеге көп қараса, біреудің айыбына көп қараса, ол жерден Құран кіреді деп ойламай-ақ қойыңыз. Миыңыз болмағыр нәрсені ойласаңыз, біліңіз, Құран деген нұр, ол жақсылыққа келеді, күнәдан қашқанға келек, бауырлар. Сіздер үлкен бір қалада тұрасыздар. Үлкен қаладан сәл шеттеу жер, бірақ бәрібір үлкен қала саналады тұрған жерлеріңіз. Негізі қари адам айдалада таудың арасында оқу керек та. О, шөлдің арасында, құмның арасында оқу керек, жақсы болады. Мына үлкен қала сіздерге зиян. Ана қолыңыздағы телефонда зиян. Интернетте сізге зиян. Компьютер менен телевизорда сізге зиян. Оның бәрін көріп үлгересіз. Оның бәрінен көріп, содан мүйіз шығып атқан адамдар болса көрсетсін мүйізін да. Көрейікші солардың мүйізін. Со компьютерда отырған, теледидардың алдында үзілмей екі көзінің майын тамызып түнгі сағат 3-ке шейін отырған адамдардың басына мүйіз шықпайды, көзі соқыр болады қайта. Бауырлар, осының барлығы Құран жаттаған, білім іздеген адамға дұрыс емес істер. Күнәдан сіз қашан тыйылып қашасыз, сіздің жаттау қабілетіңіз дұрыс алады. Тақуалығыңызды көп арттырыңыз, Алладан көп қорқыңыз. Жеген ішкеніңізге адал қараңыз. Сөйлеген сөзіңіз, қараған көзіңіз, естіген құлағыңызға көп қараңыз. Мен құлағым Құран естісін деп тек қана Құраннан басқа еш нәрсені тықпаңыз құлаққа, бауырлар. Анау музыка, жаңағыдегі не дейді? Жаңағы қызыл гүлімай, аппақ гүлімай, қызыл өрік, жасыл өрік деген нәрселерді қойыңыздар, бауырлар. Ол нәрсе сізге жақсылық алып келмейді. Сізге Құран жақсылық алып келеді. Егер қызыл өрік тұрса, оның жанында құл хуалла тұрмайды. Соны біліңіздер.